Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 86-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Біздің көшедегі мәшинелер. Біз білетін көлік түрі сан алуан. Солардың бірі жедел жәрдем. Онда дәрігер мейірбике болады. Тағы бір мәшинені ешкім тоқтатпайды. Бірақ бұл көлікті бірден танисың. Өрт сөндіргіш мәшинелер от сияқты қызыл. Мұнда өрт сөндірушілер отырады. Бұл мәшинелер тез жүреді, себебі оларға өртті тездетіп сөндіру керек. Біздің көшеде мәшинелер өте көп. Әрқайсысының өзінің ісі бар. Мәтін Балдырған журналынан. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Мәтінде қандай көліктер туралы айтылған? Жедел жәрдем, өрт сөндіргіш мәшинелері туралы айтылған. Екінші сұрақ. Жедел жәрдем, өрт сөндіргіш мәшинелер не үшін керек? Жедел жәрдем мәшинесі ауырып жатқан адамдарға көмектесу, жәрдем беру үшін қажет. Өрт сөндіргіш атты айтып тұрғандай, өрт болған жағдайда өрт сөндіру үшін қажет. Үшінші сұрақ. Адам өміріне аса қажет тағы қандай көлік түрлерін білесің? Өз ойыңды айт. Адам өміріне аса қажет көліктердің қатарына жүк көліктер, жеңіл көліктерді де жатқызуға болады. Әуе көлігі уақытты үнемдеуге болады. Көлік болған жағдайда кез келген жерге жылдам әрі уақытында баруға, кез келген нәрселерді сатып алуға, көшіруге, әкелуге, тасымалдауға ыңғайлы. Екінші жаттығу жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Бүгін киген ақ тоны, ертең болар қара тон. Қара тоны аздан соң болып кетер ала тон. Менің ойымша, жұмбақтың шешуі жер. Заттың түсін білдіретін сөздерді тап. Сұрақ қой. Жұмбақта заттың түсін білдіретін сөздер ақ, қандай, қара, қандай, ала, қандай. Үшінші жаттығу. Берілген белгілері бойынша не екенін тауып жаз. Әдемі түрлі түсті кемпір қосақ. Сақ, қорқақ, тез жүгіреді, қоян. Тәтті, қызыл, құлпынай. Балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жазып кетіңіздер, мен түсіндіріп беремін.